Бұл өрмекшінің халықтар арасында көптеген атауы бар. Біреуі бүйін, бүйі немесе тарантула деп айтатын болса, негізгі атауы қасқыр өрмекші. Сәлем достар, бұл жануарлар шындығы каналы. Бүгін біз дәл осы қасқыр өрмекші туралы қызықты ақпараттармен бөлісетін боламыз. Каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап отырыңыз. Жер шарында қасқыр өрмекшінің 2000-нан аса түрі таралған. Қасқыр өрмекшінің түстері қоңырдан сұр түске дейін құбылады. Өрмекші денесінің төменгі жағы ашық сұр, сарғылт немесе қара түсті, кейде қызғылт болады. Денелерін түк басқан. Өскен сайын түлейді. Қырағы көздері күрделі. 3 қатардан тұратын 8 көзі болады. Олжасын анық көре алады. Сипап сезу қабілеті өте жақсы дамыған. Қасқыр өрмекші қызуғанды мінез көрсетпейді дегенмен, мазасын алғандарды улы инесімен шағады. Шаққан жерлері ісініп, аздап ауырып қышиды. Адам өміріне қауіп тудырмағанымен, шаққандары жағымсыз әсер етеді. Дара тіршілік етіп, қоректенеді. Олжасын тістейтін 3 үлкен тісі ауыз қуысында орналасқан. Жемтігін қуалап жүріп ұстайды. Өрмек тоқымайды. Күндіз індерінде жатып, түнде қорек іздеуге шығады. Қоңыздармен, ұсақ өрмекшілермен, жәндіктердің дернәсілдерімен және де жәндіктермен қоректенеді. Жұмыртқа салған жібек қапшығын құрсағының астыңғы жағына жапсырып, өзімен бірге алып жүреді. Бұл өрмекшілер суық, таулы аймақтарда да тіршілік етуге бейімделген. Қарапайым тілмен айтқанда, бұл өрмекшінің бір түрі. Ғылыми түрде ол рабидоса, рабида деп те аталады. Бірақ бұл атауды ешкім қолданбайды. Бұл өрмекші өте біртүрлі себеппен құтырған қасқыр өрмекші деп аталды. Яғни оның жылдам әрі ретсіз қозғалысы құтырған деген сөз үрей билегендей, мұнда жүгіретіндіктен де оған қосылған атау. Одан бөлек бұл өрмекшіде құтыру ауруда мүлде жоқ, бірақ көбісі қорқады. Бұл өрмекшілер көбінесе Америка құрама штаттары сияқты елдердегі ормандарда, мақта алқаптарында және ғимараттарда кездеседі. Дегенмен әлемнің әртүрлі бөліктерінде осындай көрінетін және әрекет ететін басқа өрмекшілер бар. Сондықтан бұл туралы хабардар болу өте маңызды. Олар басқа өрмекшілер сияқты тор иіріп, жем ұстауды ұнатпайды. Керісінше олар бір орында тұрмай, үнемі жем іздеп жүріп отырады. Сондықтан олар кезбе өрмекші, жүретін өрмекші деп те аталады. Ең маңызды сұрақ, бұл пауық шынымен қауіпті ме? Жарайды, енді бәріміздің сұрағымызға көшейік. Аты да, түрі де, жүріс-тұрысы да біраз қорқынышты болғанымен, адамға үлкен қауіп төндіретін жануар емес. Шындығында олар негізінен зиянсыз. Дегенмен, арахнофобиямен ауыратын адам үшін оны көру өте қорқынышты болуы мүмкін. Құтырған қасқыр өрмекші тістей ме? Олар тістей алады. Бірақ олар адамдарды қуып тістеп қана қоймайды. Олар өздеріне қауіп төнгенде немесе бір жерде қамалып қалса, қашып құтыла алмаса ғана тістейді. Бұл дегеніміз, егер сіз оған қол тигізуге тырыссаңыз, немесе байқаусызда бассаңыз, ол тістеп алуы мүмкін. Бұл ең маңызды нәрсе. Құтырған қасқыр өрмекшінің шағуы улы емес, сондай-ақ құтыру ауруын таратпайды. Тістеген жерде ауырсыну, аздап ісіну немесе қышу болуы мүмкін. Бірақ бұл өрмекшінің уынан емес, шаққандағы терінің зақымдануынан болады. Бұл белгілер әдетте бірнеше күн ішінде жоғалады. Есіңізде болсын, бұл өрмекшінің атында құтыру деген сөз болса да, олар құтыруды жұқтырмайды және олардың шағуы ешқандай ауруды тудырмайды. Гидрофобия ол көбеймейді. Бұл өрмекші
улы болмаса да кез келген жәндіктердің шағуынан кейін алғашқы көмек көрсету керек. Тістеген жерді сабынмен немесе сумен мұқият жуыңыз. Бұл инфекцияның алдын алуға көмектеседі. Суық ұстаңыз. Ісінуді немесе ауырсынуды азайту үшін мұз пакетін немесе суық суға малынған шүберекті шамамен 10-15 минут қойыңыз. Айқайламаңыз. Егер сізде қышу болса да, аймақты тырнамаңыз. Тырнау теріні зақымдауы және инфекция қаупін арттыруы мүмкін. Медициналық кеңеске жүгініңіз. Бұл өрмекшілер туралы бүгін қорқынышты емес екенін білсек те, біз сақтанып жүруді ұмытпайық. Бүгінге осы, келесі видеода кездескенше.